Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі ретінде 1989 жылы бекітілген. Алайда қазақ тілі тек қазақ халқының тілі ғана емес. Мемлекеттік тіл ол ортақ тіліміз. Қазақстанда тұратын, оны отаным деп қабылдайтын азаматтардың тілі. Осы тұста Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақ қазақпен қазақша сөйлесін деген ұлағатты сөзін ескермей кету мүмкін емес. Статистика бойынша соңғы 2 жыл ішінде Қазақстанда мемлекеттік тілді меңгерген адамдардың үлесі 82%. Оның 49,3%-ы қазақ тілінде күнделікті сөйлейді. Бүгінгі арнайы репортажымызда біз қазақ тілін үйренуге шешім қабылдаған әртүрлі ұлт өкілдерімен танысамыз. Оның бірі Пәкістаннан келген Ахмет. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіздер. Менің атым Ахмед. Мен Пәкістанда туылдым. Мен пәкістандық азаматпын. Алматыда тұрамын. Жұмыс жасаймын. 2023 жылы келдім. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Алина Серегина. Мен қазіргі таңда СДУ университетінде 4-ші курс журналистика мамандығында оқып жатырмын. Жасым 21-де, сонымен қатар туризм саласы мен СММ мобилография саласында жұмыс жасап жүрмін. Мен жалпы осы Қазақстан Республикасы Алматы қаласында дүниеге келдім. Бірақ қазір Алматы қаласында емес, Алматының шет жағасы, яғни 40 километр жерде Қарғалы деген ауыл бар, сол жерде тұрып жатырмын. Есім Амир болады, жасым 24-те. Осы Алматы облысы Қарасай ауданында, Бекболат ауылында дүниеге келіп, әлгі күнге дейін сол жерде тұрам. Қазіргі кезде түрік тағамдары желісі Чек Мангалда жұмыс жасап отырмын. Менің ұлтым Ақсқа түркі болып табылады. Менің атым Радулин, мен 23 жастамын, ұлтым ұйғыр. Осы Алматыда туылып, Алматыда тұрамын. Қазіргі уақытта автомеханик болып жұмыс істеймін. Автомеханик колледжінде оқимын. Қазіргі уақытта практикадамын. Қазақ тілін негізі мен кішкентай кезімнен білемін. Мені әжем тәрбиелеген. Әжем қазақ сыныпқа, бастауыш сыныпты қазақ сыныпта оқып, сосын орыс сыныпқа ауыстыра саламыз деп ойлаған. Бірақ мен сол 4 жыл қазақ сыныпта оқыдым. Қиын болды. Өйткені қазақ тілін басында білмедім мүлде. Бірақ кішкене үйреніп кеткеннен кейін қазақтармен оқыған жақынырақ болып кетті, ыңғайлырақ болып кетті. Бастауыш сыныпты бітіргеннен кейін орыс сыныпқа ауысасың ба деген кезде мен ауысқым келген жоқ. Хотя қазақ сыныпта сол кезде маған оқу қиын болды, өйткені шектету болды. Сен андайсың, сен анандайсың деген сияқты әңгімелер болды. Ата-аналардың тарапынан көп әңгімелер болды. Соның өзінде қазақ сыныпта қалғаным дұрысырақ деп санадым өзім. Солмен 11 жыл бойы қазақша оқыдым. Қазақ тілін мен осы мектепке келген кезде үйрендім. Мен өзім қазақ мектебінде, осы ең бірінші Жаңатым ауылындағы орта мектепте қазақ мектебіне түсіп, сосын 1 май орта мектебін бітірген болатынмын. Қазақ тілін мектеп кезінен бастап меңгеріп, жаңағы үйрене бастадым. Қазақ тілін мен кішкентай кезімнен білем. Мен Алматыда туылып, Алматыда 1 жасыма дейін тұрғам. Сосын әке-шешем қарауға уақыты жоқ жұмыста. Сол үшін мені атам мен әжеме жібереді ауылға. Ауыл ол Челек жақта, ұйғыр аудан жақта. Получается 5 жасымда мені қайтып Алматыға алып келеді, мектепке тапсырады. Содан кейін көшеге шығып балалармен ойнайсың ғой. Мен Алатауский район жақта тұрам. Алатауский районда ол жерде көбінесе қазақтар. Мамам өзі айтады, мен үйге кіріп жылайтынмын. Неге жылайды деп сұрасаңыз, өйткені мен қазақ тілін білмейтін ол кезде. Сол көшеге шығып, басқа енді қазіргі достарым, олармен қазақша сөйлей алмаймын. Қазақша өйткені білмеймін. Мен олармен ұйғырша сөйлеймін, олар түсінбеймін. Сосын мамама сөйтіп келіп жылайтынмын постоянно. Где-то бір 8-9 жаста мен уже қазақшаны оп-оңай сөйлейтіндей бәрін біліп алдым. Қазақша бір кісімен, біреумен сөйлескен кезде уже оңай болды. Менің ортамның бәрі қазақтар болған соң, қазақ тілін сол үшін біліп алған сияқтымын. Достарыма әлі күнге дейін рахмет деп айтамын.
достарым да арасында мені қазақ деп айтады. Негізі ұлы жүз дулатпын, ішінде жаныспын, жан досым сол рудан, сол жүзден мен сөйтіп атап кеткен. Тілді меңгеруде негізі кішкентай болған соң бір аса қатты есімде жоқ, бірақ маған үй жұмысын жасауға қиын болды басында, өйткені үйде ешкім қазақша түсінбейді, бәрі орысша сөйлейді, ал бізге берілген тапсырмалар қиын болатын. Сосын отырып, кейде басында енді өтірік үй тапсырмасын бермеді бізге деп жүретінмін, солай 2-3 алып, одан кейін кішкене мотивациям ашылғаннан кейін қой құрсын бүйтіп жүруге болмайды дедім да, қазақша үйреніп, өзім оқып, солай сөздер жаттап, адамдармен сөйлесіп бастадым, одан кейін сол 5-ке оқып кеттім. Қиындықтар мен үшін жаңағы акцент болды. Мен қазақ тілін басына жақсы түсінетінмін. Бірақ соңында да сөйлеген кезде акцент болатын. Бірақ жаңағы таныс достар арасында сол мәселеге жаңағы көзқарастар біраз күлкінішті еді, сол үшін біраз ұялып тұрған едім. Бірақ соңында да сонан қиындықтардан өтіп, жаңағы қазақ тілін жақсылап меңгердім. Ешқандай қиындықтар болған жоқ сияқты, өйткені мен кішкентай кезімде ол тілді меңгерген болсам, ешқандай қиындық көрген жоқпын. Мен негізі әжеммен тұрдым дедім ғой. Сол кезде негізі біз тұрып жатқан кезде жағдайымыз нашар еді. Мен ойладым болашақта, менде бір мотивация, ол менің болашағым болды. Әжем қиын қоя сал, орыс сыныпқа ауыса сал деп жүрген кезде мен ойладым, жоқ, егер де мен осы нәрседен өтсем, значит мен өсемін, мен өскен кезде мен белгілі бір жетістіктерге жете аламын. Значит мен өз мақсатыма жете алсам, болашақта жақсы адам бола аламын деген сияқты өзімен кішкентай кезімнен бастап жұмыс жасай бастадым. Өйткені маған қиын болды. Қиын болды негізінде көп жағдайда. Бірақ мен мотивацияны сол уақытта или қолдауды басқалардан іздей алған жоқпын, таба алған жоқпын. Сол себепті өзімнің болашағыма фокус қойдым. Егер мен болашақта тілді білсем, значит маған оңайырақ болады Қазақстанда тұрған. Тем более мен өз отанымды жақсы көретін патриот ретінде өмір сүргенмін бұрында, қазір де өмір сүремін. Значит қазақ тілін білсем, маған көп есіктер ашық болады деген сияқты өзімді солай тәрбиеледім, и сол маған қазақ тілін әрі қарай үйренуге бір мотивация болды. Тастап кетпедім сол үшін. Ең алдымен ең үлкен мотиватор мен үшін ол менің әкем болды. Өйткені ол өзі лингвист, 7 тілде біледі өзі. Ол жаңағы әкесінің артынан ереге алмай баланың ұят болатын санаймын да мен өзім. Сол үшін жаңағы мен де тілдерді меңгеріп деп сөз бердім. Өзім де қазір 4 тілді меңгерем, ол түрік, қазақ, орыс және ағылшын тілі. Менің ортамның бәрі қазақтар болған соң, қазақ тілін сол үшін біліп алған сияқтымын. Достарыма әлі күнге дейін рахмет деп айтам. Достарым да арасында мені қазақ деп айтады. Негізі ұлы жүз дулатпын, ішінде жаныспын, жан досым сол рудан, сол жүзден мен сөйтіп атап кеткен. Қазақ тіліне байланысты негізі қазіргі күнге дейін болады, өйткені мен қазір туризм саласында жұмыс істеп жүрмін деймін ғой. Гид болып жұмыс жасаймын, осы Қазақстанға әртүрлі жерлерге апарып деген сияқты мамандығымнан бөлек. Сол кезде бізде мынандай қызық ситуациялар жиі болады. 2 компания бірігіп шыққан кезде қазақ жігітпен или қазақ қызбен мен тұрамда, бірақ қазақ жігіт орысша жүргізеді или қазақ қыз, мен орыс қыз болып қазақша жүргіземін. Сосын деген туристер ойлайды да, біз керісінше болады деп ойлаған біз негізі деп көп жағдайда солай айтады. Одан кейін қазақша сөйлегеніме байланысты көп адамдар айтады, даже біз ондай қазақша сөздер білмейміз, қай жақтан оқып алғансың ондай нәрселерді деген сұрақтар жиі болады. Қызыққа байланысты негізі қызық емес, қазақ тілімен негізі менде өте травмалар көп, өйткені қиын болды, андай шектету, бөлу деген сияқты кішкентай кезімде. Бірақ қазір ол нәрседен өткеніме өкінбеймін, өйткені қазір қазақша еркін сөйлей алатындығыма қуанамын. Ең қызықты оқиға ол мен 1-ші классында болды. 1-ші сыныпқа келген кезде 1-ші сабағымда. Мектепке 1-ші сабақта ата-аналар балалармен бірге 1-ші сабақты өткізетін. Сол кезде жаңағы апайым менен қазақша сұрақ қойды да, мен оған
түрікше жауап бергем. Сол кезде біраз мамам айтқандай жаңағы біртүрлі сезімде болдым, мына бала не істеп жатыр деп. Бірақ сонда да біз мұғаліммен бір-бірімізді жақсылап түсініп, жаңағы сөзімізді жалғастыра бердік. Кішкентай кезімде мен достарыммен сөйлескен кезде оларға өтірік деген сөз бар ғой. Соны мен өлтірік деп айтатынмын. Достарыма өлтірік дей бергеннен олар мән бермейтін. Мектепке барғаннан кейін апайыма сөйтіп өлтірік деп айтқаннан кейін ол кісі маған айтқан, өлтірік деп айтылмайды, өтірік деп айтылады деп. Мен өмір бойы өлтірік деп жүргем. Абай Күнінбаев. Келесе келгенде айтамын. Негізі мен ақындардан сол Мұқағали Мақатаевты жақсы көрем, және де Абай Құнанбайұлын жақсы көрем. Мұқағали Мақатаевты кішкентай кезінен бері көп оқитынмын. Дәл сол Мұқағали Мақатаевтың жарыстарына жиі қатыстыратын, өйткені маған мұғалімдердің айтуы бойынша мен сол лирик ақынның өлеңдерін сезініп оқимын деген сияқты. Ал енді Абайды өзім бір рет жарысқа қатысқам, сол кезде оқып бастаған, ал бұлай бұрын оқымайтынмын негізі. Өйткені маған Абайдың оқулары қиын көрінетін. Қазір нормально үйрендім, поэмасын да жаттағам кезінде. Ескендір поэмасы ұнайды өзіме, сол жақтан үзінді оқып берейін. Осы жұрт Ескендірді біле мекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды, өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады оңды солды. Ең сүйікті жазушым ол мектеп кезінен бастап жаңағы Ыбырай Алтынсарин ең бірінші танысқан кісі болған ғой мен үшін. Мен ең жақсы көретін мақал-мәтел ол қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді деген. Оның мағынасы күшті болып санаймын мен. Өйткені ол ер жігіттің ер жігіт үшін ең маңыздысы оның намысы болып табылатынын көрсетеді. Өлеңдерді қатты жақсы көрем. Өлеңдерді Заттыбек ағамызды қатты жақсы көрем. Оның өлеңдерін, Музарт тобын өте қатты жақсы көрем. Енді ақындардан айтсақ, Мұқағали Мақатаев, Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов. Мұқағали Мақатаев әкеме деген өлеңін оқып берейін. Сонымен құладың ба тасқа амалым, қалмады күйініштен басқа амалым. Зираттың аяқ асты болмасын деп бұзылған қорғанынан тас қаладым. Шынымен құладың ба шым қорғаным, шынымен өртендің бе нулы орманым. Әке сенің өміріңді жалғамасам, құрып кетсін жер басып ұл болған. Қазақша мультик көруге келесі беремін. Мен кішкентай кезімнен ұстанатын нәрсем, сен Қазақстанда тұрып жатқан соң басқа тілде емес, ең бірінші кезекте қазақ тілде сөйлеу керексің. Өйткені көп жерлерде байқаймын, тіпті қазақтардың өзі мысалға кафеге кіресің, немесе білмеймін басқа жерлерге барасың, қазақша сөйлесең бетіңе бір түрлі қарайды, как будто сен қазақша емес, бір қытайша сөйлеп тұрғандай, сосын орысша жауап бере салады. Осы нәрсеге әлі де қынжыламын, өйткені бізде осындай бір проблема барынашы. Қазақ тіліне бір түрлі менсінбеушілікпен қарайтын. Осы проблеманың жойылғанын қалаймын, және де көп жастар қазір сол нәрсеге талпынады. Негізі қазақ тілін үйреніп жүрген адамдарға айтарым, басында қиын болуы мүмкін, бірақ сөйлегенде ұялмау керек. Өйткені мысалға орысша сөйлегенде де акцентпен сөйлесең қысылмайсың ғой. Сөйлей бересің, әйтеуір акцент болса да болмаса да. Қазақ тілінде де дәл солай. Күлмеу керек деп ойлаймын. Адам өйткені барлығы сразу бірден біліп тумайды ғой. Және де кейбір айналада күліп қарайтындар болады, бірақ ондайлардан өтсең, сен сол барьерді өте аласың да, тілді ары қарай жетік меңгеруге қадам жасайсың. Сол себепті ең басында үйренген кезде сенімділік болу керек деп ойлаймын. Қалай сөйлей алсаң да сөйлегеніңше сөйлеуге тырысу керек. Мысалға, тіпті сен сәлем, қалайсың деп сөйлессең де, мысалға қ, ә әріпін айта алмасаң да, хотя бы сол тырысу керек, уақытымен келеді ол нәрсе. Қысылғаннан сөйлемей қалсаң, керісінше сен төменге қарай кете бересің да, тілді үйренуге деген құштарлығың қайтып кетеді. Және де сол қазақ тілін жандарында достары үйреніп жүрген басқа адамдар болады ғой, сол адамдарға
кеңес беруші едім, керісінше көмектессе екен деп. Өйткені мен бірінші сыныпта үйреніп бастаған кезде көп адам күлетін, өй, дұрыс емес сөйлеп жатсың ғой, өй, бүйтіп жатсың ғой, не мынау ужас деп күлетіндер болды. Сол меніңше әр тіл үйренетін адамға белгілі бір тұрғыда қолдау керек сияқты, сол барьерден өту үшін. Сол себепті қолдайтын адамдар көп болса екен деймін. Қазақ тілінде сөйлейік, қазақ тілін білген дұрыс. Ұялмау, және тек қана алдыға жүру. Көбірек сөйлеу. Практика ол бәрін басы болады. Көбірек неғұрлым көп практика жасаңдар, соғұрлым тез үйренесіңдер. Қазақша көп сөйлеу керек. Қазақша достарың болу керек. Көбінесе енді орыс кісілер ғой, қазақша жаттайтын. Оларға айтарым, қазақша көбірек сөйлеу керек. Не только кітаптан оқымай, адамдармен сөйлесу керек. Бір жерде кетіп бара жатсың ба, қазақша сөйлеп тырысу керек. Қазақша сөйлесең, адамдармен қазақша сөйлесең, тезірек меңгересің. Әр кейіпкердің тілді меңгеру тарихы әртүрлі болғанмен, олардың барлығын біріктіретін бір нәрсе бар. Қазақ тіліне деген құрмет пен сүйіспеншілік. Тілді үйрену тек сөз жаттау емес, ол халықтың жүрегін түсіну, оның тарихы мен болашағына үлес қосу. Біз бүгін тағы бір нәрсеге көз жеткіздік. Қазақ тілі кез келген адамға ашық. Оны меңгеру үшін бастысы ниет пен талпыныс керек. Тіл жүрекке жол, ал жүрекпен үйренген тіл ешқашан ұмытылмайды. Қазақша сөйлейік, қазақша ойланайық, қазақша өмір сүрейік достар. Нигара Джиндеева, Бауыржан Пантаев, арнайы Барыс Медиа үшін.